Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай дәмді мармеладтар жасайтын боламыз. Ыдысымызға қалауымызша согымызды құйып аламыз. Кез келген сокты алсаңыз болады. Үстінен қантымызды саламыз, желатинімізді саламыз және де қалауымызша лимонны сок қоссаңыз болады. Ол міндетті емес. Жақсылап араластырып, 41 сағаттай уақытқа қалдырып қоямыз. Желатиннің сыртында жазылып тұрады, қанша уақытқа қою керектігі. Қарап көріңіз. Міне, менде 1 сағат уақыт өтті. Осылай ісінді желатиніміз. Енді бұл желатинді алып, ерітіп аламыз. Бірінші орта отта қызғанша осылай қойып аламыз. Isығаннан кейін отын ең төменгі отқа қойып, осылай араластырып, желатиніміз ерігенше қозғап аламыз. Одан соң ыдысымызды дайындаймыз. Ыдысымызға сұйық майымызды жағып, осылай жан-жанның барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Одан соң сита арқылы осылай өткізіп аламыз және де бетіндегі көпіршіктерді осылай салфеткамен алып шығамыз. Енді бетін пищевая пленкамен жауып, дайын болғанша холодильникке салып қоямыз. Міне біздің желатин дайын болды. 2 сағаттай уақыт холодильникте тұрды. Осылай жан-жанын кесіп алып аламыз. Енді қалауымызша кесіп шығамыз. Дәл осы рецептімен дайындайтын болсаңыз, дәл осы видеодағыдай тура осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте оңай, еш өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ас болсын!